Мен бұл оқиғаны ешқашан ұмытпаймын. Кейде адамның жауы сырттан келмейді екен. Ең қауіпті адам сенің үйіңе өз аяғымен кіріп, төріңде отырып, сенің дастарханыңнан тамақ ішіп жүрген адам болуы мүмкін. Менің күйеуім Нұрланның бала кезде бірге өскен ең жақын досы бар еді. Оның аты Самат. Екеуі мектептен бері ажырамаған, бірге оқыған, бірге жұмыс істеген, қиын кезде бір-біріне көмектескен. Нұрлан Саматты қатты сыйлайтын. Бұл адам менің туған ағам сияқты дейтін ол. Сондықтан мен де Саматты бөтен адам деп қабылдамадым. Ол біздің үйге жиі келетін, балалармен ойнайтын, Нұрланмен ұзақ сөйлесетін, кейде жұмыстан кейін екеуі отырып әңгімелесетін. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Сол күні Нұрлан үйге кеш келді. Қасында Самат болды. Екеуінің де көңіл күйі көтеріңкі. Әйелім бүгін досым екеуміз отырып сөйлесіп алайық деді Нұрлан. Мен дастархан жайдым. Алғашында бәрі әдеттегідей болатын. Екеуі өткен күндерді еске алып күліп отырды. Бір-біріне қалжың айтты. Уақыт өткен сайын олардың даусы қатқылдай бастады. Мен бірнеше рет болды енді жұмысқа барасың ғой дедім. Ал екеуі ішулерін тоқтамады. Нұрлан уайымдама, бәрі жақсы деп қолын бір сілтеді. Түн ортасына қарай екеуі қатты мас болып қалды. Мен ыдыстарды жинап жүрдім. Нұрлан диванда ұйықтап қалды. Самат болса орнынан тұрып маған қарай жүрді. Жеңеше, иә, сізді бір нәрсе сұрасам бола ма? Не сұрайсыз? Ол маған тым жақын келді. Мен бірден кейін артқа шегіндім. Самат, сізге не болды? Ол күлімсіреп, Нұрлан бақытты адам екен деді. Мен оның сөзінен ыңғайсызданып, барыңыз жатыңыз, ертең сөйлесерміз дедім. Бірақ ол кетпеді. Сіз Нұрланға жақсы әйелсіз. Мен есік жаққа қарай шегіндім. Самат, тоқтаңыз, сіз массыз. Ол тағы қадам жасады. Сол сәтте мен қатты дауыстап, Нұрлан, күйеуім қозғалған жоқ. Мен қайта айқайладым. Нұрлан, оян. Самат бірден тоқтап қалды. Мен есікті ашып, қазір үйден шығыңыз. Жеңеше, мен шығыңыз. Ол біраз үнсіз тұрды да басын төмен түсірді. Ертең бәрін ұмытып қаламыз. Жоқ, мен ештеңені ұмытпаймын. Самат сыртқа шығып кетті. Мен есікті іштен құлыптап алдым. Сол түні көз ілмедім. Таңертең Нұрлан оянғанда ештеңе болмағандай, кеше не болған деп сұрады. Мен оған үнсіз қарап тұрдым. Самат қайда? Үйіне кетіп қалды. Неге? Мен болған жағдайды толық айтып бердім. Нұрланның түрі бірден өзгерді. Не айтып тұрсың? Кеше досың маған орынсыз әрекет жасауға тырысты. Самат па? Иә. Нұрлан біраз уақыт үндемеді. Сосын, сен қателесіп тұрған шығарсың. Ол қатты мас болған. Мен оның сөзіне қатты ренжідім. Мас болғаны оның істегені ақтамайды. Нұрлан басын ұстап отырды. Мен оған 20 жылдан бері сеніп келемін. Ал мен сенің әйелімін. Менің айтқаныма сенбейсің бе? Ол маған қарады. Сол кезде оның көзіне ашу емес қорқыныш көрінді. Ол Саматқа қоңырау шалды. Кеше не болды? Телефонның ар жағында біршама үнсіздік. Сосын Самат, Нұрлан, мен мас едім. Бұл жауап емес, мен қателестім. Нұрлан телефонды бірден қойды. Сол күні ол Саматпен кездесті. Кешке үйге өте кеш келді. Мен не болды деп сұрадым. Ол біздің 20 жылдық достығымыз бүгін бітті деді. Мен үндемедім. Мен оны ағамдай көрдім. Үйіме кіргіздім. Балаларымның жанында жүрді. Ал ол менің әйелімнің шекарасын сыйламады. Нұрланның даусы дірілдеп тұрды. Мен сенен кешірім сұраймын. Неге? Таңертең саған бірден сенбегенім үшін. Мен көзіме жас алдым. Маған сенің керек еді. Ол басын изеді. Білемін. Сол күннен кейін Самат біздің үйге ешқашан келген жоқ. Бірақ бұл жағдай отбасымызға ауыр із қалдырды. Бірнеше ай бойы Нұрлан екеуміз осы оқиға туралы сөйлестік. Ол өзінің достығын ғана емес, өз адамдары қалай таңдайтынын да қайта ойланды. Ал мен бір нәрсені түсіндім. Адамның мас болуы оның әрекетіне рұқсат емес, ал ең жақын дос деген атақ адамның шекараның бұзуына құқық бермейді. Bir күні Нұрлан маған, сен сол түні үндемей қалғаныңда бәрі басқаша болуы мүмкін бе еді деді. Мен қорықтым, бірақ үндемей қалмадым. Ол менің қолымнан ұстап, сол үшін сені бұрынғыдан да қатты құрметтеймін деді. Біздің отбасымызға сол оқиғадан кейін бірден бұрынғы қалпына келген жоқ, бірақ біз сөйлесуді үйрендік.
сенімнің қаншалықты нәзік екенін түсіндік. Ал Самат пен 20 жылдық достық бір түнде аяқталды. Өйткені кейде бір ғана әрекет адамның жылдар бойы жинаған сенімін жоққа шығарады. Содан бері Нұрлан бір сөзді жиі айтатын болды: адамның кім екенін қиын кезде емес, шекара тұрған жерде білуге болады. Меніңше ол өмірдегі ең ауыр сабақ сол түн деп түсінді.